Assalomu alaykum, xayrli kech. Qo'sh keldingizlar bugungi mening sabog'ima. Aldымен өзімді tanıştırып берейін. Есімім Клара Алмасқызы, Ақтөбе қаласынан боламын. Жалпы өзім осы сетевой бизнес саласында уже 15 жылдан астам жұмыс жасап жатырмын. Кәсіпкермін, үлкен команда құрып, жұмыс жасап, табыс тауып, жалпы интернетпен, инстаграммен жұмыс жасап, команда құрып жүрген жайым бар. Енді алдымен өздеріңізбен танысып алайық. Микрофондарыңызды қосайын. Өздеріңіз танысып жіберсеңіздер, кім қай жақтан, қай қаладан жақынырақ танысқым келіп отыр. Зинагүл ханым, өзіңізбен таныссам деп едім. Жақынырақ микрофоныңыздың үстін басып, дауысын шығаруыңызға болады. Микрофонды бассаңыз, сіздің микрофоныңыз қосылады, сіз сөйлей аласыз. Зинагүл ханым, өзіңіз қай жақтан боласыз? Бұл шығып кетті. Жақсы, енді дальше айта берейін. Дилером ханым, өзіңіз таныстырып жіберсеңіз. Сіз өзіңіз қай жақтансыз? Мен Өзбекстандан, Buxoro shahridanman. Жалпы сетевой бизнесінде неше жылдан бері 5 жұмыс yildan жасайсыз? beri. Керемет. Шахноза ханым, сіз қай жақтан боласыз? Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Lara xonim, yaxshimisiz? Xayrli kech, yaxshiman, rahmet. Men o'zim Namangandanman. Hozirda chetda yashayman. O'zi asli Namanganliman, lekin Toshkentda yashaymiz. Hozirgi kunda safardaman. Жақсы, рахмет кері байланысыңызға. Жахангүл ханым, өзіңіз таныстырып жіберсеңіз. Микрофоныңызды қосып, сетте уже неше жылдан бері жұмыс жасайсыз? Жахангүл ханым, микрофоныңызды қосыңыз. Өзіңіз таныстырып жіберіңіз. Садақат ханым, егер Жахангүл ханым айта алмаса, сіз айта қойыңыз. Қай жақтансыз, Садақат ханым? Сіз, по-моему... Ассаламу алейкум. Qashqadaryodanman, Qarshahirdan. 10 yildan beri set ichida yuraman. Setda ishlaganman. Har bitta kompaniyada muvaffaqiyatga erishgan insonman. Жақсы. Рахмет. Зинагүл ханым, таныстыра аласыз ба? О, шығып кетеді ол кісі. Ладно, енді бастай берейік. Онда Зинагүл ханымды микрофоны қосылған кезде айтар. Жақсы, құрметті ханымдар, біздер бүгін керемет сабақты мен сіздерге ұсынғым келіп отыр. Біздің бүгінгі сабағымыз арман. Арман орындалу үшін алдымен оған не істеу керек? Сену керек. Жалпы арман деген сөзді қалай түсінесіздер? Армандауды білесіздер ма? Мен даусым жақсы естіліп тұр ма? Жақсы естіліп тұрған шығар, е? Жақсы, рахмет кері байланыстарыңызға. Жалпы мен айтайын дегенім, құрметті марафонға қатысушылар, бәрімізде арман деген сөзді айтқан кезде армандауды білесіздер ме? Жалпы арман, армандау, қазіргі таңда сіздер армандап жүрсіздер ма? Соны айтып кетіңізші. Армандауға мүмкіндік бар ма сіздерде? Армандап жүрсіздер ме? Арман деген не жалпы? Armon degani bizi tilga orzu deganimi? Yo, armon. Armon. Hozir tushunmadim. Арман деген это мечта. Мечта. Орысшасы мечта. Арманыңыз болу керек, я? Мечтаңыз. Бір, мысалға, мен мына көйлекті алғым келіп жүр. O'shada o'zbek tiliga orzu bo'ladi-da, shu. Masalan, orzuyingiz bormi demoqchisiz-da, to'g'rimi?
Аха, арзыңыз бар ма деп. Bo'ldi, tushunarli. Rahmat. Арманыңыз. Сіздер армандау білесіздер ме? Арман деген не? Ол біздің, мысалға, көп адамдар армандауды уже білмейді, кейбір адамдар, иә? Өзінің армандарын да дұрыс айта алмайды. Себебі біздер уже неге біздер армандай алмай жүрміз? Потому что біздер армандаған кезде біреу бізді, ой, қойш, сол ма, ол болмайды, жаңағыдай, қолынан келмейді деп біздің арманымызды қолымыздан кесіп тастайды. Осындай біздер негатив сөздерді айтқаннан кейін біздер не істейміз? Артқа шегініп, армандарымызды сөндіре береміз. Енді мен бүгін сол армандарға мән беріп, арманның артында біздерде қандай мақсаттар тұрғанын қозғағым келіп отыр. Енді бүгінгі сабақтан мен сіздердің армандарыңызды оятып, сол армандарға қандай мақсаттармен жетуге болатын жолдарын көрсеткім келіп отыр. Бүгін сол армандар туралы, армандар сіздердің өмірлеріңізге қалай әсер ететін жөнде айтатын болам. Мысалға, мен сіздерге мынандай сұрақ қояйын. Сұраққа жауап берсеңіздер. Егер ақша мәселе болмаса, сіз қайда тұрар едіңіз? Егер қалтаңызда сіздің ақшаңыз болса, сіз қайда тұрар едіңіз? Қандай көлік алар едіңіз, ақшаңыз болса? Көп адамдардың қазір таңда ақшадан, қаржыдан жаңағы тәуелді болып жүр. Қалталарында ақша жоқ. Мына киімді алайын десе, пәтерді алайын десе, ақшадан қиналып жүрген адамдар, иә? Ал егер сіздің ақшаңыз болса, сіз қандай көлік алар едіңіз? Қандай пәтер алар едіңіз? Қай елге саяхаттар едіңіз? Бір күндік күніңіз қалай өтер еді, егер қалтаңызда ақша болса? Сол жөнінде тоқталып кетіңіз, айтыңызшы. Садақот ханым, Делером ханым, Шахнуза, Ләззат ханым, ақшаңыз болса, сіз қалай жұмсар едіңіз? Ақша енді bizimizda pulim bo'lganda o'zim orzumdagi avtomobilni olardim. O'zimni orzumdagi ofisni ochardim, misol uchun. O'zimni orzumdagi klinik olishim mumkin. Endi odamlarga qisman orzu bor, katta orzu bor, kichkina orzu bor. Kichkina orzulardan boshlab katta orzularga ketadi. Жақсы, енді қараңыз. Зинагүл ханым, сіздің интернетіңіз дұрыс істемей тұр ау деймін, иә? Жақсы, запистен де қарап аласыздар бұйырса. Қараңыздар. Қалтаңызда ақшаңыз болса, сіз қалаған пәтеріңізді ала аласыз, иә? Қалаған көлікті де ала аласыз. Иә. Ол көлікті қалтамда ақшам бар. Мен мынандай көлікті алып жатырмын деп көз алдарыңа елестетіңізші. Қандай көлікті алғыңыз келеді қалтаңызда ақша болса? Мысалға, мен осындай Kia Sportage, последний модели, осындай автомобильді алғым келеді. Мысалға, керемет пәтер, 3 бөлмелі пәтерді алғым келеді. Немесе таунхаусты алғым келеді деген сияқты көз алдарыңызға елестетіп көріңізші. Сіздің қалтаңызда миллиардтаған ақшаларыңыз бар, например, да? Бұл біздің арманымыз. Армандарды көз алдымызға елестетіп көруіміз керек. Ал кей адамдар өздерінің армандарына сенбей жатады. Неге армандар орындалмайды деп ойлайсыздар? Себебі біздер ол арманға сенбейміз. Армандаймыз, сосын бір күн армандаймыз, 2 күн армандаймыз. Екінші күні ол сол арманымыздан кейбір адамдар қорқатын болады. Қорқа бастайды, сенбей бастайды. Әрекетте жасамайды, сол арманға қол жеткізу үшін адамдар әрекеттері де жоқ. Сосын, мысалға, мына машинаны алғым келеді. Сол алғым келетін машинаға алу үшін не істеу керек біздер? Әрекет жасауымыз керек қой. Ал адамдар жай ғана армандайды да,
қоя қояды. Себебі әрекет жоқ, іште қорқыныш бар, өзіне деген сенімсіздігі бар. Сондықтан олар өздерінің армандарына стоп қояды. Ой, қойшы, сол аналар ала береді деген сияқты, сөйтіп олар өздерінің армандарына сенімсіздікпен қарайды. Ал негізі есіңізде болсын, арман бұл қиял емес. Арман бұл сіздің жүректен шығып отырған өзіңіздің шығармашылығыңыз. Сіз арманды қиял демейсіз ғой. Мысалы, қиял емес, ол сіздің жүрегіңізден шығып отқан. Мысалы, мен жүрегіммен осы автокөлікті қалап отырмын. Мен жүрегіммен осы сотовый телефонды қалап отырмын десеңіз, ол керемет бір арманға айналады. Енді сол арманға жету үшін біздер мақсат қоямыз да, арманымызды мақсатқа айналдырамыз. Мысалға, енді жаңағыдай сіздерге бір практика есебінде практика көрсетейін. Көп адамдар өздерінің армандарын көз алдарына елестете алмайды. Сіз мысалы қандай көлікті қалайсыз? Қандай үйді қалайсыз? Көздеріңізді жұмыңыздар. Давайте көздерімізді жұмамыз. Терең демаламыз. Терең демалу. Мен айтқанымды түсініп жатсыздар ма, иә? Көзімізді жұмамыз, көздеріңізді жұмыңыздар да. Вдох, выдох. Терең демаламыз. Темді ұстап тұрып, демді шығарамыз. Көз алдымызға, өзімізге жаңағы өзіміздің армандаған көлігімізді, пәтерімізді елестетеміз. Қандай көлік, қандай үй алғыңыз келеді? Қандай табысты қалайсыз? Көз алдыңызға көздеріңізді жұмып елестетіңіздер. Мен осындай табысты қалаймын. Мен осындай көлікті қалаймын. Өзіңіз қандай адамға айналғыңыз келеді мысалға? Мен осындай адамға айналғым келеді. Тоже көз алдарыңызға көздеріңізді жұмып елестетіп көріңізші. Қандай бизнес-леди, менің қалтамда ақшам көп, мен қалаған жеріме барып, қалаған саяхаттарға шығып жүрмін, отбасыммен саяхаттап жүрмін, жалғыз өзім саяхаттап жүрмін деген осылай көз алдарыңызға елестетіп көріңіздер. Қандай сезімдерді байқайсыздар? Давайте сіздерге 5 минут уақыт берем, содан кейін кері байланыс күтемін. Зинагүл ханым, біз мынандай тапсырма беріп жатырмын. Өзіңіз көзіңізді жұмыңызда терең демалыңыз. Терең демалып, демді шығарамыз. Көз алдымызға елестетіңіз. Мысалға, сіз қандай үйді алғыңыз келеді, қандай пәтер, қандай үй алғыңыз келіп тұр, қандай көлік алғыңыз келіп тұр, қандай табысты қалап тұрсыз, қай жерге саяхаттағыңыз келіп тұр. Соны көз алдарыңызға елестетіңіздер. Давайте бір 5 минуттай сіздерге уақыт берем, көз алдарыңызға елестетіңіздер. Елестетіп жатқан кезде жазып отыруларыңызға да болады, қаламдарыңызбен, блокноттарыңыз бар шығар, жазып та отырсаңыз да болады қажет жерлерін. Елестеттіңіздер ма көз алдарыңызға? Барлығын елестеттіңіздер ма? Қалай болып жатыр? Делером ханым, көз алдыңызға елестетіп жатсыз ба? Doim ko'z oldimga mani, Xudo xohlasa, orzu maqsadlarim ko'p. Inshaalloh bizneslar ochmoqchiman, pulim ko'payib ketsa, pul keltiradigan bizneslar ochib, magazin, salonlar, ayollarimiz uchun kerakli bizneslar ochib tashlamoqchiman-da, inshaalloh. Niyatlarim shu. Керемет. Вот, адамда арман болу керек. Арманды көз алдымызға елестетуіміз керек. Жахангүл ханым, сіз ше? Сәлеметсіз бе, Клара ханым, қалайсыз? Саламатсыз ба? Сізде қандай арман? Көз алдыңызға елестете алдыңыз ба? Иә, елестеттім. Уже акционер болғанымды, акционер болғаннан кейін заттар алатынымды. Жақсы. Қараңыздар, жаңағы көз алдымызға
өзіміздің жүрекпен сезінгендегі біздің армандарымыз. Ендігі сіздерге тағы бір жаңағы задание, тағы бір тапсырма, практика ретінде осындай А4, мынандай А4, А4 форматқа қағаздарыңыз, парақша или А4-ке, или немесе блокноттарыңызға 100 арманды жазыңыздар. 100 арманды жазып шығамыз, мысалға. Ақша, денсаулық, балалар, үй, көлік, 100 арманды жазып жатқанда ойланбаңыз. Көз алдыңызға жаңағы жазып жатқанда қандай армандар келеді, соның барлығын жазасыздар. Яғни жүрекке не қалайды, соны жазасыз. Ойланып жазудың қажеті жоқ. Маған анау керек пе, мынау керек пе, жоқ. Маған сотовый телефон, хочу, телефон алғым келеді. Осы армандардың барлығын жазыңыздар. Менің сотовый телефоным, менің көлігім, мен акционермін, мен табыскермін, мен салон красоты аштым. Тағы не? Армандарыңызды 100 армандарыңыз жазасыздар. Мен Дубайға саяхатқа шықтым. Мен қайда? Египетке саяхатқа шықтым тағы да. Мен Вьетнамға саяхатқа шықтым. Қытайға барып келдім деп бәрін жазыңыздар. Мен балаларыма жаңағы, мен балаларым шетелде оқиды. Немесе сол армандарыңызды жазыңыздар. 100 арман. Яғни барлық жазасыздар. Мен рухани дамып жатырмын. Менің жаңа қайырымдылықпен айналысатын шығарсыздар, осылардың барлығы біздің армандарымызға жатады, мысалға. Мүмкін сіз үлкен болашақта үлкен командаңыз бар. Сол команданы сабақ беріп жүрген коуч, тренер шығарсыз, Сіз қандай арманыңыз бар? Алия ханым, сіз кешігіп жатырсыз, мына жерде запистен қарайсыз. Сонда да мен сізге айтайын, менде қазіргі таңда сіздерге тапсырма беріп жатырмын. Блокноттарыңызға 100 қалаған армандарыңызды жазыңыздар деп едім. Ол 100 арманды жазған кезде ойланбай, қалай жүрегіңізге не келіп тұр, нені қалап тұрсыз, соны жазып шығыңыздар. 100 арманды. Әзірге бастай беріңіздер. Бұйырса үйге тапсырма тағы да беретін болам. Жазып атсыздар ма армандарыңызды? Блокноттарыңызға жазыңыздар. Қалағандарыңызды, мысалға, мен алтын сағат алғым келеді, алтын сақина алғым келеді. Барлық арман ғой, адамның арманы шексіз болу керек. Сіздің арманыңыз оянған кезде, сіздің алдыңызда ақша келетін болады. Армандамаған адамға ақша келмейді. Арманыңыз ояу болу керек. Нені қалайсыз? Мен мысалға автокөлік алғым келеді, мен пәтер алғым келеді. Мен үйім болса да, мен пәтер алғым келеді. Мен балаларыма пәтер алып бергім келеді. Мен Астанадан пәтер алғым келеді, Ақтөбеден пәтер алғым келеді. Немесе Алматыдан пәтер алғым келеді деген сияқты армандарымызды жазамыз. Кімде қандай арман бар? Кім қай елге саяхаттағысы келеді? Қандай көлік, қандай үй, қандай көйлек, қандай шуба алғыңыз келеді ма? Шубы, мысалға, бас киім алғыңыз келеді ме? Немесе денсаулығыңызды дұрыстағыңыз келеді ма? Сол арманыңызды жазыңыздар. Армандарымызды жазамыз. 100 арман. 100-ге толтыруымыз қажет. Жазып жатырмыз ба? Зинагүл ханым, 100 арман жазамыз. Арманыңыз жүрекпен жазылу керек. Ойланып жазудың қажеті жоқ. Жүректе, осы сәтте не қалап тұрсыз, не келіп жатыр, соны жазасыздар. Менің ақшам көп, немесе менің швейцарский банкта счетым бар деген сияқты армандауыңыз қажет. Енді жазып ғой, Қалай арман шығып жатыр ма? Жүректен армандар шығып жатыр ма? Қаншаға жетіп қалды? Дилером ханым, қанша арман жаздыңыз? Мага көп
Tugamaydi. Cheksiz orzularim. Жақсы. Жазамыз. Жақсы, енді жазайық та, осыны мен үйге тапсырма қылып беремін. Жақсы. Егер жазып үлгермесеңіздер, үйге де бұйырса осыны жалғастырасыздар. 100 арманды жазуға, обязательно 100-ге толтырыңыздар. Енді қараңыздар, арман мен мақсат. Арман деген бұл жаңағы біздің мечта, орысша айтқанда мечта, өзбекше арзу дедіңіздер ма? Арзу да, армандарыңыз. Сіздердің армандарыңызға жету үшін біздің неміз болу керек? Мақсатымыз болады. Арман мен мақсаттың айырмашылығы. Көп адамдар арман мен мақсатты шатастырып атады. Мақсат бұл цель. Арман ол жаңағы арманымыз. Енді қараңыз, арман бізде жүректен шығады. Жаңа айтып отырмын ғой, ойланбай, басыңызға жүректен шығады. Яғни жүрекке не келді, нені қаладыңыз, соның барлығында сіз жазып шығуыңыз келеді. Ал мақсат соған апаратын жол, соған апаратын жоспар. Біздің арманымызды жазамыз, полный, мысалға 100 арман жазып шығамыз. Енді сол арманға жететін бізде жоспар болу керек. Қалай ол арманға жетеміз деген. Үйге тапсырма біздерде 100 арманға толтырып жазып келуіміз қажет. Алия ханым, басталды ғой, баяғыда басталды. Қайда жүрсіз? Біздер уже бітіріп тастап жатырмыздар. Сабағымыз бітуге де қалды. Бұйырса запись болып жатыр, запистен көресіздер. Сосын тапсырма беріп жатырмын, берілген тапсырмаларды орындайтын боласыздар. Келесі сабақта біздерде тағы да көптеген біздерге ақшаға байланысты кедергілер, соны келесі сабақта талқылайтын боламыз. Бүгінгі сабағымыз осы арманға жету үшін мақсаттарымыз қандай болу керек. Ол мақсат арманымызды 100 арманды жазғаннан кейін ол арманға жететін біздер мақсатты қоюымыз керек. Және де ол арман бізде қандай болу керек? Смарт болу керек. Смарт деп отырғанымыз уақытымен өзінің қай уақытта, қандай мезгілде орындалатын армандар. Бізде арман тез орындалатын армандар болады, және де ұзақ мерзімде орындалатын арман болады. Сол ұзақ тез орындалатын армандарға қалай тез жетеміз? Ұзақ мерзімдегі армандарға қалай тез жетеміз? Оның өзінің бір жаңағы беріліп қойған уақыттары болады. Сол армандарымызды жазамыз. Жақсы ма? Жазамыз армандарымызды. Енді қараңыздар, осы армандарды ойлап, армандарды жазып жатқан кезде сіздердің көз алдарыңызға болашақтарыңыз елестеп бастады ма? Болашақтарыңызға бір әдемі көз қарас, әдемі бір бейне елестет, қалай қарайсыз? Әдемі қаншама армандарды жазған кезде сіз мысалға қалаған нәрсеңізге жеттіңіз, көз алдыңызға. Енді мен сіздерге бүгіннен бастап сіздер қандай өзгеріске енеміз? Бүгіннен бастап қандай өзгеріс енгіземіз өзімізге? Соны айтқым келіп отыр. Армандай білу керекпіз. Кейбір адамдар осы армандауға да қорқады. Кейбір адамдар, мен армандаймын, ол адам арманына сенімсіздік танытады, қолымнан келмейді, мен үйрене алмаймын, мен істей алмаймын деген сөздерді айтады да. Мен ондайға лайық емеспін деген адамдар да болады, армандарына өздерінің запрет қойып қоятын. Ондай сөзден мүлдем арылуымыз керек. Бүгіннен бастап осы сөздерімізді біздер жақсы сөздерге ауыстыруымыз қажет. Яғни, ондай сөздерді бүгіннен бастап айтпаймыз. Енді мен сіздерге тағы да бір практика бергім келіп отыр. Қараңыздар. Сіздерге мынандай практика жазып алыңыздар. Барлығын айтып отқандарын жазып отқан шығарсыздар, иә? Қараңыздар.
бүгіннен бастап айнаға қарап, айна үйлеріңізде барлықтарыңызда айна бар шығар. Үлкен айна болсын, кішкентай айна болсын. Айнаға қарап, мынандай сөздерді айтамыз. Мен өзімді жақсы көремін. Мен өзімді қабылдаймын. Мен молшылыққа лайықпын. Менің армандарым орындалады. Менің өмірім күн сайын жақсарып келеді. Осыны 21 күн, 21 рет айтыңыздар. Күніне 21 рет айтасыз ба? Айнаға қараңызда осы сөзді айта беріңіздер. Бұл бізге бір жағынан аффирмация. Және біздің миымыз соған дағдыланады. Айнаға қарап, айнаға қарау техникасы, айна техникасы. Біздер осы жазып алыңыздар. Мен өзімді жақсы көремін. Мен өзімді қабылдаймын. Мен молшылыққа лайықпын. Менің армандарым орындалады. Менің өмірім күн сайын жақсарып келеді. Так. Жазып жатсыздар ма? Жазып алыңыздар. Осыны айнаға қарап 21 рет айтамыз. Осындай тапсырма беріп жатырмын сіздерге. Енді бүгінгі бізде сабағымыз кіріспе ретінде жалпы армандау білу керек. Армандай білмеген адам, яғни армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді. Армандай білмеген адам ешқашанда ұша алмайды екен. Сондықтан біздердің армандарымыз болуымыз керек. Сіздердің армандарыңыз мықты болған кезде, сіз міндетті түрде сол армандарыңызға мақсатпен жететін боласыздар. Жаңағы мен сіздерге берген аффирмацияларды жазып алыңыздар ғой. Енді қараңыздар. Үйге тапсырма берейін. 100 арманды аяқтау, жаңағы сізге берген армандарыңызды. Одан кейін мен сіздерге осы жаңа аффирмация бердім. Айнаға қарап айтатын аффирмация осы. Ұйықтар алдында аффирмацияларыңызды айтып, ұйықтар алдында арманыңызды орындалғандай қылып елестетіп жатуыңыз керек. Ұйықтар алдында көз алдарыңызға елестетіңіз жазған армандарыңызды. Және мен молшылыққа лайықпын деген аффирмацияны қайталап айтамыз. Айнаға қарап, мен молшылыққа лайықпын. Мен өзімді жақсы көремін. Мен өзімді қабылдаймын. Мен молшылыққа лайықпын. Менің армандарым орындалады. Менің өмірім күн сайын жақсарып келеді деген аффирмацияны айнаға қарап тұрып, күнде ұйқыдан тұрған кезде бірінші очередь айнаға қарап осы сөздерді айтамыз. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, бүгін сіздер өмірлеріңізді өзгертудің алғашқы қадамдарын жасадыңыздар. Бұл жаңағы армансыз адам, яғни қанатсыз құспен тең. Сондықтан біздің ең бірінші арманымыз болу керек. Арман бұл ертегі емес. Бұл арман болашақтың, біздің болашағымызға деген шақыру билетіміз, біздің болашаққа жететін. Яғни сіздің арманыңыз болмаса, болашағыңызда жоқ деген сөз. Ертеңгі сабақта ертең біз ақша туралы сөйлесетін боламыз. Ақша бізге не үшін келмей жатыр? Ақшаға байланысты кедергілер, ақша неге кейбір адамдар оңай ақша табады? Ақшаға кедергі болатын қандай ішкі бағдарламалар бар адамдарда? Соның бәрін бірге талдайтын боламыз. Мінекей біздің сабағымызға Айгүл ханым келіп жатыр. Айгүл ханым Орал қаласынан менің ұстазым болады. Бір мәрте осы Айгүл ханымға сөз бергім келіп отыр. Айгүл ханым, қайырлы кеш, қош келдіңіз. Біздер сабағымызды аяқтап қалдық мына жерде.
Кейбір адамдар Сәлеметсіз. кейбір адамдар кей жатыр, кіріп шығып, білмеймін, интернеттер дұрыс жасамай жатыр ма, бұйырса мына жерде запись болып жатыр, сол запистен қарап жұмыс жасаймыз ғой. Айгүл ханым, өзіңізді. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз, добрый вечер. Орысша, қазақша сөйлейді ме? Қай тілде сөйлейді? Қазақша айта беріңіз. Бұл жерде өзбекстандық ханымдар, Өзбекстанның азаматтары, қазақстандықтар кіріп шығып жүр енді. Айта беріңіз. Беспорядок жасап жатыр ма? Қазақстандықтарға кіріп шығып жүрмеу үшін, значит, нужно подороже ставить. Сол кезде кіріп шығып жүрмейді олар. Енді құрметті қонақтар, чат қонақтары, қайырлы кеш, барлықтарыңызға. Клара ханым күшті қылып жүргізіп жатыр. Жалпы бұл марафон желание очень эффектный курстардың бірі. Обычно кірген адамдар всегда нәтижемен шығады. Мына 3 күндік прокачка ғой, бізде. 3 күндік прокачка бұл деген сізге өте көп пайдалы нәрсе береді, осознание береді, көп пайдалы мәлімет береді. Вы узнаете то, что до этого не знали. Даже маленькие инсайты, құрттай инсайт алсаңыз да, соның өзі сізге кәдімгідей мына мида расширение береді екен. А когда мы расширение алған кезде, бізде трансформация жүреді екен. Айтады ғой, әр уақытта дейді, таңданып жүріңіздер дейді, таңданып жүріңіздер. Көп таңданған адам дейді, қартаймайды дейді, жай қартаяды дейді. То есть, мына наблюдать етесіңдер, да, мысалы, үлкен адамдар, которые қартайған адамдар, олар ештеңеге таңданбайды ғой, их же ничем не удивить, да, былай қарапсың, им ничего не интересно. Жата береді ғой төсекте, мысалы, да, потому что олар уже сондай енді энергиялар жоқ. А который часто таңданатын адамдар, оларда кәдімгі постоянно чувство радости болады, и олар ерте істейді, андай молодостары вообще көпке дейін сақталады, то есть жас болады, біразға дейін жас болады. Сондықтан да осындай жақсы жаңа мәліметтерді алып отырған жақсы, постоянно развиваться етіп жүрген жақсы, сосын постоянно путешествовать нужно. Когда мы путешествуем, ол каждый раз трансформация. Любой вообще удивляться еткен нәрсе, ол трансформация. Сол кезде біз расширение алып, сол кезде біздерде деген кәдімгідей расширяться еткен кезде бізге деген ақша келеді екен. Мына мы бір нәрсеге таңданып, удивляться еткен кезде, сол кезде ода мына жерде орын босайды екен басымызда. Сол орын босаған орынға ақша келеді. Түсініңіздер ме? Вот таким образом марафоны работают. Почему? Вот біздің марафондарда всегда қарыз қайтарылады, откуда-то ақша келеді, бір жақтан ақша келеді, бір жақтан бір чудо болады, біреуге просто так что-то кто-то дарит дорогие вещи, мысалы, да? Это так работает, когда у человека идет трансформация. Поэтому хорошо, что сіздер платный ғой, да, марафон, Клара, сенде, да? Иә. Хорошо, что сіз ақшаларыңызды салып, өздеріңізге инвестиция жасадыңыздар. Сол сіздерге қайтады. 2-3 есе пайдалы вложение болып қайтады. Сондықтан ол жағынан вообще даже не сомневайтесь. Енді Клара ханым, сіз деген домашний задание бердіңіз, да? Иә, домашний задание бердім. Жаңа үй тапсырма, ертең тағы да бізде сабақ болады, осындай уақытта. Ол кезде ақшаға қатысты, ақша бізге неге келмей жатыр, ақшаның кедергілері туралы айтатын боламыз. Бүгін мен тапсырмам жаңағы айтып отырған таңдану деп отыр ғой. Мысалға, это хочу, мынаны алғым келеді деген армандарыңызды жазыңыздар деп отырмын. Армандаған мидарыңыз ойлану арқылы ашылады. Жүрекпен армандаңыздар. Неше жаз дедің, Клара? 100 арман жазу керек. Дұрыс, 100 желаний. Вот прям 100 желаний отырып, прям сразу после марафона қолыңызға ручкамен қағаз алып жазыңыздар. Сол кезде сізде кәдімгідей мына миыңыз кәдімгідей күшті несте жұмыс жасайды. Вы даже можете писать левой рукой. Мына сол қолмен жазсаңыз вообще конкретно 2 полушарияны задействовать етесіз. Сол кезде кәдімгі мықты вот жұмыс болады. Сосын 100 желаний, потом и в течение чуда пусть в течение дня пусть наблюдать етсін, да, Клара ханым, какие у них чудеса бывают. Сосын ертең осы чатқа жаза берсін, қандай чудеса болды, соны чатқа жаза берсін. Сосын бір медитация салып жүршеш, бір подарочный медитация сал бүгінше, аха. Сосын ертең осындай уақытта 9-да или 9:30 не бастап уже прослушаем, у кого что было, окей? Бүгінге
я позволяю себе деген, иә, я себе. Себебі біздер өзімізге рұқсат бермейді екенбіз. Көп нәрсені рұқсат бермейміз. Сондықтан сіздер жаңа айтып жатыр қыздар, жаза алмай жатырмын дейді, 100-ге, даже 10-ға да жеткізе алмай жатқан адамдар бар да, армандарын. Біздер өзіміздің хотелкаларымызды, қалауларымызды білмейміз, сосын ол позволениядан кетіп қалған. Мен өзіме рұқсат беремін. Рұқсат бермей тұрмыз. Рұқсат беруіміз керек. Армандаңыздар, ханымдар, армандаңыздар. Армандар міндетті түрде орындалады. Қорқады, олар ойлайды, что это недостижимая мечта деп ойлайды, это не исполнится, это все, басқа деген сияқты, и поэтому даже энергияларың жүрмейді соған. А хотя, как вам будет посылать Всевышний, он откуда знает, что вам послать, если сіз өзіңіз даже оны запрос жасамасаңыздар. Поэтому вот только так и работает. Я мен өзімнің опытым, мен мысалға бизнеста жүрмін ғой. Қаншама неше жылдан бері бизнеста жүрмін. Мен неше блокнотты жағып тастадым алдында. 5-6 блокнот. Мен постоянно жазам блокнотқа. Мінекей тағы да өзімнің блокнотымды көрсетейін. Осы жақында мінекей мынаның ішіне тоже мінекей 100 арманымды жазып қойдым. Менің арманым деп. Өстіп армандау керек. Ана армандар орындалғаннан кейін ол арман уже ескіріп қалады ғой. Қайтадан новый арман жазу керек. Енді сол арманға жетем деп сіздің ақшаға деген потогыңыз сол армандар арқылы ашылады. Красивый блокнот алды, красивый прям. Розовый болсын такой, пушистый, красивая ручка. Я. Это нужно делать прям с такой любовью. Я, арманды да жүрекпен, махаббатпен жазыңыздар. Бүгінге сабақ сұрақтарыңыз болса, микрофондарыңызды қосып, қойып жіберіңіздер, түсінбей қалған жерлеріңіз болса. Жахангүл, Дилером, Садохат, Шахноза ханым, түсіндіңіз ба? Шахноза ханым, түсіндім, қамасын. Неше арман Айта беріңіз, аха. Рахмет, Клара ханым. Жоқ, мен алдында да жазғанмын, бір тапсырмалар орындап 500-ге де армандар жазғанбызды. Мысалы үшін арман болғанда орындалмаған 500 неңізді арманыңызды жазсаңыз, сіздерде сол кезде арманларыңыз орындала бастайды деген кезінде. Бақарасы ертең кеше 100-ні қайтадан жазамыз. 500 көп сияқты Клара, слишком. Рахмет, зор сабақ болды. 500 емес, мен 100 беріп айтып. 500 жазған кейіпкер болған екен. Молодцы. Все хорошо, давайте до завтра. Жақсы, онда Шахноза ханым, сіз қанша арман жаздыңыз? Осы қазір. Ayni paytda 9ta. Inshaalloh chatdan keyin to'ldiraman. Жақсы, давайте. Онда мен сіздерден чатта келіп байланыс күтем. Жазыңыздар. Жақсы ма? Xo'p, albatta. Командаларыңызға айтыңыздар, егер сабақ қызықты болса, кірсін ертең ақша туралы, ақша қалай келеді, неге келмей жатыр, сол туралы әңгіме айтатын боламыз. Жақсы ма? Давайте онда. Қайырлы кеш, сау саламатта болыңыздар.